Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін пицца дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Бізге керекті: 1 стакан жылы су қосамыз, 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық тұз саламыз. 2 ас қасық суйық май қосамыз, електен өткізіп ұн қосамыз, осының барлығын араластырып, қолмен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Бізге керекті қызанақтар. Қызанақтарымызды ортасынан бөліп жіңішке барлығын турап шығамыз. Ары қарай шұжық қосамыз. Онда жіңішке қылып турап аламыз. Сыр қосамыз, мендегі сұлу көне. Сырымызды үкіштен өткізіп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымыздың бетіне кетчуп жағамыз. Үстіне сыр саламыз. Бетіне шұжығымызды қоямыз. Қызанақтарымызды да қойып шығамыз. Тағы сыр сеуіп шығамыз. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Достар, осы рецептпен